Жамбыл Жабаев қазақ поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырауы, жыршысы. 1846 жылы Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. 1945 жылы Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде қайтыс болған. Шыққан тегі Ұлы Жүз руының Шапырашты тайпасының ішіндегі екі руы. Ырға аталары дәулетті болғанымен, Жамбылдың әкесі Жапаға шар қонбаған. Кейбір тарихи деректерде Жыралыбының әкесі туралы шоқпыт шапанды көшпенді кедей болған деген сипаттама бар. Мен киіз үйде өстім. Сол кездегі барлық қазақ балаларындай мені де көшкенде бесіммен ала жүрді деп, кейін балалық шағы туралы естелік айтқан Жамбыл Жабаевтың сөзіне қарағанда, қоңырқай тірлік кешкен. Балалар аман ысыл шырақтарым, майысып көлге біткен құрақтарым. Жүрмесем, есеп тұра алмаймын. Ішінен асып шыққан бір аптаның қонаққа кезі міне Жамбыл ата. Қырыбы көктен менің майданғы. Көрдім тағы көктерді, жыл жүзді, жетті жаз. Жаңа үйінің төріне шула шашып жербе. Ярым болды мәз, жаңбыр төгіп, аспаннан гүлдер көтеріп бастарын, құстар ұшып, ысыл шу жасаған жаз мәнін. Жаз далама жастан дән егіп, дән еккен дала сәнденіп,